Алдағы оқу жылынан бастап елімізде кейбір мектеп оқушылары бірнеше пәнді екі тілде жазылған оқулықтармен оқиды. Мәселен, 7-ші сынып пен 10-ші сынып арасындағы оқушыларға алгебра, геометрия, биология пәндерін қазақ, ағылшын және қазақ-орыс тілдеріндегі кітаптар берілген. Мәселен, 5, 6, 7-ші сынып оқушыларына француз тілі, ал 6-ші сынып пен 8-ші сынып арасындағы балаларға неміс тілі пәндері қосылады. Риза болғаным то, что қаншама енді хейтерлар деп айтамыз ғой, қаншама мен туралы жаман бірдеңе жазса да, наоборот, мені қолдап, нет, маған басқаның мнениесі маңызды емес. Я вижу, что ты классный, ты хороший человек, сен маған ұнайсың дегені мені қатты риза қылдырды, және де шынымен де Әсел алдында айтты ғой, извращенец деді. 1,74 рост, үлкен көздері болады, скулы, да, такая модельная внешность. И чтобы была же примерно плюс-минус как я. Но это слишком идеально. Айдан сұрайшы, не істедім мен? Көзіммен айттым ба? Или как это ты поняла, почувствовала? Может быть, мен қарағаным, мен сен басқаша қабылдап қалдым ба? Давай этот момент решим. Ой, давай сен мені ақымақ қылмай қойшы, пожалуйста, хорошо? Мен, оказывается, сенің сөздеріңді басқаша түсініп жүрмін. Мен, оказывается, сенің болды, хорошо, все, дневниге отырсын мына жерде. Тұрып кету керек еді, сол жерде ты этого хотела? Жоқ, я хотела. Хотя Сұлтан вообще бұл жерде кінәсі жоқ. Жоқ, я хотела, чтобы Сұлтан нормально Даниярмен сөйлесіп, то, что менің танысыпта жүрген қызым жолама деп айтсын деп. И все, ол да болған жоқ. Может, действительно, осы жерде жас аралығы білінеді.